Сәлем балалар, біз бүгін 5-ші сынып Алдамұратова кітабынан 789-шы есепті қарастырамыз. Екі ауылдың ара қашықтығы 30,4 километр. Осы ауылдан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы екі велосипедші шықты. Олардың біріншісінің жылдамдығы 11,5 км сағат, екіншісінікі 13,2 км сағат. Бір сағат өткенде олардың ара қашықтығы неше километр болды дейді. Бірінші, балалар мәселе есепті шығару барысында суретін салғандарын ыңғайлы болады. Мынандай белгілі бір бізде ара қашықтық болсын, иә? Бұл бізде 30,4 километр. Енді айтады, бірінші жақтан бірінші велосипедші шықты дейді. Оның жылдамдығы бізде 11,5 км сағат. Ал екіншісі қарама-қарсы V2 тең 13,2 км сағатпен шықты. Енді олар бір сағат өткеннен кейін ара қашықтық қанша болады дейді. Бір сағат ішінде мынандай белгілі бір жол жүрсін. Бір сағат екінші велосипедші, сондай-ақ бір сағат бірінші велосипедші. Енді бізге айтады, мынау аралықты табыңдар дейді. Міне, мынау аралықты табу керек. Ол үшін бізге мынау берілген мынау жол мен мынау ара қашықтықты мынау жолды табу алуымыз қажет. Ол үшін жазамыз, бізде V1 тең болады 11,5 км сағат. V2 тең болады 13,2 км сағат. T1 және T2-міз бір уақыт, яғни бір сағат. Ал біздің жалпы берілген жолымыз 30,4 км. Ендеше бізге S1, S2-ні табу керек, S-ті табу үшін. Жоқ, мына жерде, яғни D деп белгілейік, D-ні табу үшін. Бізде мына жер D деп белгіленсін. Ендеше біз бірінші S1-ді тауып алайық. S1 тең бізде мынандай балалар формула бар. V көбейтілген T деген. Енді біріншісінің жылдамдығы бізде 11,5. Оны көбейтеміз бірге, сонда 11,5 км. Енді S2, ода да V2 көбейтілген T. 13,2 көбейтілген 1. Сонда бізде 13,2 км. Сонда балалар, бізде мынау бірінші велосипедші 11,5 км, ал екінші велосипедші 13,2 км жол жүрген. Енді бізге мына жер табу үшін осы екі жолын қосып, жалпы жолдан азайтып тастауымыз қажет. Яғни біз бірінші осы S1 мен S2-ні қосып алайық. 11,5 қосылған 13,2, ол бізде 24,7 км. Сонда біз D-ны табатын болсақ, 30,4-тен азайтамыз 24,7. Сонда бізде шығады 5,7 км. Сонда бізде жауабы D-мыз тең болады 5,7 км. Балалар, егер тағы да сұрақтарың болса, түсінбеген есептерің болса, комментарийға жазыңдар. Міндетті түрде каналға шығарамын.